Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және тез дайындалатын дрожжсыз пицца дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Бірінші ұнымызға қамыр қопсытқышты және тұзды салып, араластырып дайындап аламыз. Өлме температурасындағы айранымызға ас содасын салып араластырамыз. Үстінен ұнымызды салып қамыр илейміз. Бастапқы кезде венчикпен араластырамыз, одан кейін қолмен илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене жабыспақтау болады, ұн сеуіп осылай илеп жібереміз. Бұл қамырдың ерекшелігі, қазір илеп бірден пиццаңызды жасай берсеңіз болады. Ең бастысы құрамында дрожж жоқ, пайдалы заттардан жасалады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және асыққан кезде, аузашар кезінде бірден илеп пиццаңызды жасай берсеңіз болады. Қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Осы рецепт бойынша 2 пицца шығады. Енді қамырымыздың бір бөлігін ұн сеуіп отырып, жұқа қылып, домалақ қылып жайып шығамыз. Қамырымыздың үстіне дайын соусымызды жағып шығамыз. Соустың рецебін описание бөліміне қалдырамын. Немесе майонез, кетчуп араластырып жақсаңыздар да болады. Үстінен қызанақтарымызды қойып қоямыз. Пешімізді алдын ала 200 градусқа дейін қыздырып қоямыз. Және 10 минутта пісіріп аламыз. Әзірше ірімшігін салмаймыз. 10 минуттан кейін пештен алып, үстіне теркадан өткізілген ірімшігімізді сеуіп шығамыз. Одан кейін қайтадан пешке 5 минутқа қойып аламыз. Мінекей біздің 10 минутта дайын болатын дрожжсыз, дәмді және пайдалы пиццамыз дайын болды. Асыққан кезде жасап жіберуге өте қолайлы. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Және де жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғаныңызға рахмет.